Алматы технологиялық университеті. Биотехнология және химиялық технологиялар факультеті. Қолданбалы биотехнология кафедрасы. Курстың атауы функционалдық тамақ өнімдерін құрудың биотехнологиялық негіздері. Қауымдастырылған профессор Желібаева Айнұр Амангелдиновна. Дәріс 2. Функционалды тамақтанудың физиологиялық және биохимиялық негіздері. Дәріс мазмұны. Функционалды тамақтану категориялары. Диеталық тамақтану. Емдік профилактикалық диета. Функционалды тамақтану категориялары. Ас қорыту ауруларының алдын алу үшін адамдардың негізгі қоректік заттарға қажеттілігін, адамның жасын, жынысын және адам ағзасының кейбір басқа да ерекшеліктерін ескере отырып түсіну, яғни жеке тамақтану нормаларын анықтай алу өте маңызды. Бүгінгі күні осы мақсат үшін әртүрлі нұсқаулар бар, және олар әр елде, сондай-ақ арнайы әзірленген диеталар әртүрлі болуы мүмкін. Функционалды тамақтанудың негізгі мақсаты әртүрлі ксенобиотиктердің ағзаға түсуіне жол бермеу. Сонымен қатар, қолайсыз экологиялық және өндірістік факторларға қарсы тұру болып табылады. Оған адам ағзасының барлық физиологиялық функцияларын жақсартатын тағамдар мен тағамдық қоспалар диетаға енгізу арқылы қол жеткізіледі. Функционалды тамақтану әртүрлі мүшелер мен мүшелер жүйелеріне пайдалы әсер етеді. Сонымен қатар, организмнің жалпы қарсылығын және оның емделу қорларын арттыруға көмектеседі. Бұл адамның көптеген ауруларының алдын алу және емдеу шараларының маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Сондықтан функционалдық тамақтану олардың мақсаттары мен мақсаттарына байланысты бірнеше категориялар қамтиды. Емдік диеталық тамақтану, емдік және профилактикалық тамақтану. Диеталық тамақтану. Емдік диеталық тамақтану науқас адамға белгілі бір ауруды емдеу үшін тағайындалатын тамақтану. Терапиялық тамақтанудың негізгі мақсаты аурудың негізгі себептерін жою және тез сауығуға ықпал ету үшін
дәрі-дәрмекпен және басқа да әдістермен бірге жұмыс істеу. Диеталық тамақтану адам ағзасына әртүрлі әсер етуі мүмкін. Мысалы, асқазан ішек жолдары, бүйрек, метаболикалық бұзылулар және басқалар ауруларында бұл жалғыз ем болуы мүмкін. Басқа патологияларды емдеуде емдік тамақтану дәрі-дәрмекпен, хирургиялық және физиотерапиялық әдістермен біріктіріледі. Әдетте емдік тамақтануды дәрігер нөмірленген сараланған диета ретінде тағайындайды. Оның ерекшеліктері аурудың формасы мен кезеңіне байланысты. Терапиялық тамақтану. Терапиялық тамақтануды тағайындау көптеген факторларды, соның ішінде жасты, аурудың сипатын, нақты патогенезді, метаболикалық бұзылуларды, аурудың кезеңі мен фазасын және тағайындалған емдеуді ескеруі керек. Диета науқас адам үшін емдік тамақтану режимі. Қазіргі уақытта 15 негізгі диета белгілі. Барлығы теңдестірілген энергетикалық және химиялық құрамымен сипатталады. Дененің барлық қажетті қоректік заттармен қамтамасыз етеді. Сондықтан пациенттерге салыстырмалы түрде ұзақ уақыт бойы тағайындалуы мүмкін. Біздің елімізде Ресей медицина ғылымдары академиясының тағамтану институты әзірленген және денсаулық сақтау министрі бекітілген диета қолданылады. Емдік тамақтану. Емдік тамақтану диеталық режимде қолданылатын аспаздық өнімдерге бірқатар талаптар қояды. Олардың ең маңыздысы асқазан ішек жолдарына жұмсақ механикалық, химиялық және жылулық әсер етуді қамтамасыз ету болып табылады. Терапиялық тамақтанудың тиімділігі үшін диеталық режимді қатаң сақтау өте маңызды. Ресейдің денсаулық сақтау мекемелерінде денсаулық сақтау органдары әдетте күніне 4 мезгіл тамақтануды міндеттейді. Бірақ пациенттердің кейбір санаттары үшін күніне 5 немесе 6 мезгіл тамақ қолданылады. Тағамның консистенциясы. Тағамның консистенциясы асқазанның секторлық қызметіне айтарлықтай әсер етеді. Бір кесек ет асқазанда ет пирогына қарағанда ұзағырақ қалады. Сұйық және шырышты тағамдар қатты тағамдарға қарағанда асқазаннан тезірек босатылады. Тағамның химиялық құрамы маңызды көмірсулар тез қорытылады, белоктар баяу сіңеді, майлар ең ұзақ қорытылады. Диеталар асқазанның шырышты қабығын механикалық тітіркендіретін тағамдарды қамтуы керек. Дөрекі жасуша қабырғалары бар тағамдар, бұршақ, спаржа, репа, редис,
тұтас орташа дәнді және екінші сортты бидай ұнынан жасалған нан, піспеген жемістер мен жидектер, сондай-ақ ірі қабық тіндері барлар. Құрамында ірі дәнектер тіндері бар жануарлардан алынатын өнімдер. Диетаға гомогенизацияланған көкөністер, шырышты сорпалар, қайнатылған немесе буға пісірілген балық пен ет тағамдары жатады. Механикалық тағамды сақтауды қамтитын шаралар кешені. Механикалық үнемдеу ұннан жасалған ұн өнімдерін, қарыны және басқа да бір қатар дәнді дақылдарды арнайы пісірусіз, шикі көкөністердің көпшілігін, бұршақтарды, қабығы аршылған піспеген жемістерді, терісі кедір бұдыр жидектерді, қылшық еттерді, жеміс-жидектерді, құстар мен балықтардың терісін тұтынуға мүмкіндік бермейді. Тағамның механикалық әсер ету дәрежесі оның көлемі мен консистенциясымен және асқазанда қалу уақытымен де анықталады. Сондықтан механикалық үнемдеу әрбір тағамның көлемін азайтуды қамтиды. Химиялық тағам. Химиялық тағамнан белгілі бір химиялық заттарды жою немесе олардың мөлшерін азайту. Бұған экстрактивті заттарға бай тағамдарды қоспағанда әртүрлі пісіру әдістері арқылы қол жеткізіледі. Пісіру әдістеріне қуыру және қуыруды қоспағанда ыдыс аяққа көкөністерді қайнату, ұнды кептіру кіреді. Аурудың ағымына теріс әсер ететін қоректік заттары жоғары тағамдар мен ыдыс-аяқтар алынып тасталады немесе шектеледі. Ал керісінше кейбір пайдалы қоректік заттарға бай тағамдар кіреді. Осылайша, асқазан жарасы, бауыр және бүйрек аурулары кезінде эфир майларына бай тағамдар шектеледі. Осылайша, асқазан жарасы, бауыр мен бүйрек аурулары үшін асқазан ішек секциясының күшті стимуляторлары болып табылатын және бауыр мен бүйрек қызметіне әсер ететін эфир майларына немесе азотты экстретивті заттарға бай тағамдарды шектеңіз. Екінші жағынан, табиғи сүт, кілегей, май, жаңа піскен сүзбе, жұмсақ пісірілген жұмыртқа әлсіз холеритикалық әсерге ие. Бұл тағамдар асқазан жарасы бар науқастардың диетасына кіреді. Термиялық диетадан күшті термиялық тітіргеніштерді жою. Ыстық тағамдардың оңтайлы температурасы 60 градус жоғары емес, ал суық тағамдар 15 градустан төмен болмауы керек. Өйткені ыстық тағамдар холеритикалық әрекеттер ынталандырады және асқазанның қозғалғыштығын төмендетеді. Ал суық тағамдар асқазан секрециясын азайтады және қозғалғыштығын арттырады. Аурудың сипатына байланысты көптеген тұқым қуалайтын аурулар сияқты дененің энергиясын үнемдеу принципі ұзақ уақыт бойы тіпті тұрақты түрде сақталуы керек. Дегенмен, науқастың жағдайы жақсарған сайын мүмкіндігінше жақын физиологиялық толық диетаға жету үшін механикалық және химиялық сақтау дәрежесі жиі төмендейді. Бір рационнан екінші рационға көшу оған кіретін тағамдардың ассортиментін және оларды дайындау әдістерін кеңейту арқылы біртіндеп жүреді. Емдік профилактикалық диета. Көптеген өнеркәсіптік нысандар жоғары температура, ылғалдылық, зиянды шығындаулар және тағы басқа арқылы өз жұмыскерлерінің және қоршаған халықтың денсаулығына зиянды әсер етеді. Ол жағымсыз әсерлерді азайту үшін бұл нысандар
емдік және профилактикалық тамақтану жүзеге асырады. Бұл тәсілдің принциптері: емдік тамақтануға ұқсас диеталар токсиндерді бейтараптандыруға, оларды инактивациялауға және оларды ағзадан тез жоюға ықпал ететін қоректі заттардың тұратын арнайы диеталарға негізделген. Бұл диеталар ағзаның қорғанысын күшейтуге және зиянды химиялық және радиоактивті заттардың енуіне жол бермеуіне арналған. Профилактикалық тамақтану организмнің қорғанысын күшейту және оған енген улы заттарды бейтараптандыру үшін қолданылады. Бұл өмір сүру жағдайлары мен адамның жұмысының сипатына байланысты болуы мүмкін. Емдік және профилактикалық диеталар токсиндердің немесе олардың метаболикалық өнімдерін байланыстыруға және жоюға ықпал етуі керек. Емдік және профилактикалық тамақтану негізінен еңбек жағдайлары, қауіпті өндірістерде жұмыс істейтін адамдарға, сондай-ақ экологиялық қауіпті аймақтарда тұратын адамдарға арналған. Назарларыңызға рахмет.